Аты аңызға айналған күйші, дирижер, композитор, халық қаһарманы Нұрғиса Тілендиевтің өнері дүйім жұртқа мәлім. Ал өмір жолында түрлі сынақты бастан өткерген. Ұлы музыканттың жанұясындағы ешкімге айтылмаған сыры мен ұзақ жылдар бойы жасырған құпиясын жұбайы Дариға Тіленді келіні алғаш рет тілшілерге ақтарып айтты. Нұрғиса Тілендиев пен Дариға Тіленді келіні 1967 жылы Алматыдағы киностудияда танысқан екен. Сол сәтте 42 жастағы әйгілі музыкант 19 жастағы өрімдей қызды бірден ұнатып, сезімін білдірген. Көпшілікке танымал «Куә бол» әні композитордың сүйген жарына арнаған ең алғашқы туындысы. Біз киностудияда жұмыс істеп жүрген кезде Ленинградтан өнер адамдары Қазақстанға келетін болды. Соған біз дайындалдық. Келген соң медеудің басында күттік. Содан кейін бәрі үйіне қайтып кетті. Тек мен және Нұрғиса аға жүр. Ол уақытта мен ол кісіні аға деймін. Сөйтсек, Нұр аға оны өзі бәрімен ақылдасып, осылай жоспарлапты. Менімен сол күні жақынырақ танысып, қасымда болу үшін солай жоспар құрған. Оны мен кейін естідім. Сол түні ай жап-жарық, жұлдыздар жымыңдап тұр. Түнгі 2-3-тің кезі. Сарылдап өзен ағып жатыр. Сол кезде Нұр аға аспанға қарап әуен шығарды. Ол әуен «Куә бол» әні еді. «Қарындасым, мен осы әнді саған арнаймын» деді. Мен таңғалып қалдым. Содан бір жылдан кейін Нұр ағаң екеуміз үйлендік. Сол тарихты Тұманбай Молдағалиевке суреттеп айтып бердік. Ол кісі басқа бөлмеге кіріп кетті де 5-10 минуттың ішінде сөзін жазып шықты. Содан кейін біздің жұбымыз жазылған жоқ. Мені сүйген бірінші адам Нұр ағаң. Біраз жас айырмашылығы бар, оған қараған жоқпыз дейді Дариға Тіленді келіні. Нұрғиса Тілендиевтің дүркіреп өткен үйлену тойында сол кезеңдегі қазақ өнерінің дүлдүл майталмандарының бәрі болған екен. Алайда ерлі зайыптының отбасылық өмірінде ерекше естеліктер де бар, сынаққа толы сәттер де жоқ емес. Олар ұзақ уақыт сәби күткен. Біз сәбиді ұзақ күттік, біраз емде алдық. Данияр деген баланы асырап алдық. Ол Нұр ағаңның туысқан қарындасынан туған. Ол қарындасы күйеуімен ажырасып кетті де 3 айлығында мен сол баланы бауырыма бастым. Данияр 1976 жылы туған бала. Мен оны емізіп едім, мейірленгенім соншалық менің омырауымнан сүт шығып кетті. Данияр ұлым 9 жасқа толғанда 1985 жылы Динара қызым дүниеге келді. 39 жасымда Динара қызымды өзім тудым ғой. Нұр аға Динара өмірге келгенде қатты қуанды. Данияр балам өте әппақ, маған ұқсайтын. Ал 25 жасында Данияр баламнан айырылып қалдым. Жүрегі тоқтап қалды дейді композитордың жұбайы. Сондай-ақ Нұрғиса Тілендиевтің қазасы бұл отбасы үшін оңай болған жоқ. 1998 жылы қазақтың маңдайына біткен атақты күйші өмірден озған еді. Дариға әже сол бір қиын сәтті де еске алды. Мен Нұр аға жазылып кетеді деп ойладым. Ауруханада 5 ай жатты. Сол кезде халық қаһарманы атағын президент Назарбаев келіп кеудесіне тақты. Содан 1,5 ай өткен соң Нұр аға қайтыс болды. Оның алдында Дариға жағдай өте қиын, есіңде болсын. Егерде бір жағдай болса біздің қазіргі отырған пәтеріміз мұражай болуы керек деді. Сол сөзін мен басыма мықтап сақтап алдым. 2014 жылы сол үйді музейге тапсырдық. Ол кезде Алматының әкімі Ахметжан Есімов еді. Нұр ағаның сырқаты бауыр ауруы. Жарықтық сол бауырдан кетті ғой, тамақ ішпеді. Өнер адамдарының бәрі Нұр ағаңның қасында болды. Оркестрдегі балалары ауруханада кезекшілікке тұрып, Нұр ағаңның аяқ қолын уқалап қасында отырды. Өте қиын жағдай болды дейді Тілендиевтің музасы.